9 сынып С деңгейі 864 есепті шығару жолын қарастыратын боламыз. Бізде кестеде салымшылардың саны мен олардың жылдық салымы туралы мәлімет берілген. Біз 601-ден 650 мың теңгеге дейін ықтималдығын қандай екенін анықтауымыз қажет. Ол үшін біз екі банктегі салымшылардың санын қосып шығамыз. Шешуі n тең бірінші банктың қосындысы бізде 224, жақшаның ішіне алайын, қосылған 108, қосылған 95, келесі 110, қосылған 135, қосылған 78. Бұл бірінші банктың қосындысы. Келесі жақшаға екінші банктікін аламыз. 353, қосылған 116, қосылған 87, 210, қосылған 146, қосылған 58. Ары қарай бірінші жақшаның ішінен бізде 750 шығады. Қосылған екінші жақшада 970. Екеуінің қосындысы 1720. Енді анықтадық. Келесі бұл барлық тең мүмкіндіктің нәтижелер саны. Енді 601-ден 650 мыңға дейінгі салымды анықтауымыз қажет. Яғни m тең 110 қосылған 210. 320 шығады. Демек, формула бойынша n-нен m тең 1720-дан 320. Бөліндісін анықтайтын болсақ, жуық шамамен 0,19 шығады.